Бүгінгі бағдарлама басқалардан өзгерек. Бұл жолы біз бүкіл елді шарлап қайтамыз деп шештік. Солтүстіктен оңтүстікке қарай. Елдің игілігі шағын ғана. Оның аумағы 200 мың квадрат метрге жуық келеді. Әлем мемлекеттері бойынша 86-шы орынды иеленеді. Бұл елдің батыс бөлігі Ферғана алқаптарынан басталған және шығысы Тянь-Шаньның орталық бөлігіне дейін орналасқан. Солтүстігі Қазақстаннан басталып, оңтүстігі Памирдің солтүстік бөлігіне дейін созылып жатыр. Біздің сапарымыз ұзақ және оны Оштан бастаймыз. Оңтүстікте Ферғана алқаптарымен шекаралас келетін қалаларды кеземіз. Біз ол жерде мейірімді және сезімтал керемет апайымызбен танысамыз. Баян тәте, бұл асыл әйелді танитындардың барлығы осылай атайды. Ал оның балаларының көпшілігі қабылдап алынған және олар бұл кісіні анашым деп атайды. Қырғызстанға мен педагогикалық білім алғаннан кейін келдім. Жамбылда ол кезде әлі педагогикалық институт болмаған. Ол жерде 75-ші жылы тұрмысқа шықтым. Және Қырғызстанның оңтүстігіне кетіп қалдым. Жұбайым екеумізден 5 бала бар. Тағы 25-і асыранды балалар. Көтеріңкі көңіл күймен өмір сүреміз. Қиналмаймыз. Бізде бәрі бар. Чисто казахский девичник, мы стараемся туда что-то сдам. Таза қазақтың қыздарындай әдептіміз. Біз өзімізбен домбыраны алып жүреміз. Өзіміздің ұлтжанды екенімізді білдіріп, қазақша әндер айтуға, қазақша тағамдар дайындауға тырысамыз. Біздің қыздарда ынтызарлық байқалады. Мен қыздар деп қоям. Мен өзім 60-тан астым. Бізде тағы 80-нен асқан қыздар да бар. Міне біз сол 18-19 жастағы қыздармыз. Егер бір жерде қазақтың қызы тұрмысқа шықса, мен біліп тұрамын. Кімнің қазақ, кімнің апасы қазақ, әпкесі қазақ, мен сол жерде жүремін. Олардың барлығымен әңгіме дүкен құра беремін. Баян тәте құрған отбасылық балалар үйі ешкімді таңдамайды және бөліп қарамайды. Көптеген балалар үшін жалғыз және нағыз шаңырақ болған бұл үйдің қабырғасында ешкім ұлтқа бөлінбейді. Өйткені барлық балалар бірдей және олардың барлығы да жарқын болашаққа сене алады. Қиын қыстау кезеңде балалардың өмірі қиын болғанда мен отбасылық балалар үйін аштым. Қабылданған 25 баланы және өзімнің 5 баламды тәрбиеледім. Барлығы 30 бала. Қазір балаларымның 18-і есейген, ел сыртында, ал 12 сәби үйде. Тарихи отаннан ағайындар келгенде, менің жан дүниемде отанға деген сағыныш пайда болды. Барғым келді. Астанаға барып, құжаттар алып бардым. Балалар айтты, апа, егер қаласаң, жасап берейік деп. Ал мен құжаттарды жасап болған кезде кету керек едім. Ал олар айтады, апа, сіз әкемізбен бірге барыңыз. Ал біз осы жерде қаламыз. Отаныңызға барғыңыз келеді, ал біз жоқ. Бұл жерде өзіміздікілер, туысқандар, бірге оқығандар тұрады. Біз оларды тастағымыз келмейді деді. Ал мен болсам, сендер бармасаңдар мен қайда барамын деп Астанаға барып жасаған құжаттарым қолым алып, өз ойымда ғана қалдым. Үнемі отанға деген ыстық естеліктер қинайды. Әрқашан сағыныш адамды күйзелтеді. Қасқырды қанша асырасаң да орманға қарап ұлиды демекші, отанға жүрегім тартып тұрады. Қазақстанға барғым келеді. Міне осындай менің орындалмай келе жатқан арманым бар. Бұйыртса ол күнге де жетерміз. Менің балаларым өте көп. Мен оларды қалдырып кете алмаймын. Сәлем жолдағым келеді. Барлық әлемдегі қазақтарға сәлем. Сәлем жолдағым келеді. Барлық әлемдегі қазақтарға сәлем. Ана, ана, ана. Мама. Мен анамын. Қайда кетемін? Мама. Біз Оштан қайтып барамыз. Енді бізді алыс сапар күтуде. Таулы қиылыстар. Біз Жалалабадқа қарай бағыт алудамыз. Бұл жолдың сұлулығын көргенде, оның қиындығы мен ұзақтығын ұмыттырады.
Бірақ Жалалабад пен біздің саяхатымыз аяқталмайды. Біз әрі қарай жүреміз. Таудың басына қарай. Ол жерде жарты ғасырдан астам уақыт Пернеевтің әулеті орман жаңғақтарымен айналысады. Оларды өсіреді, баптайды. Ол өте құнды жемісін беретін өсімдік. Южный Кыргызстан характеризуется именно разнообразием флоры. Төменгі Қырғызстан флораның түр-түрімен ерекшеленеді. Ол жерде реликті жаңғақ жемісінің ормандар орналасқан. 1934 жылы бүкіл одақтық ғылыми зерттеу субтропик институтымен біріктік. Научно-исследовательский институт субтропиков работали русские ученые. И с ними как раз... Бұл жерде орыс ғалымдары жұмыс істеген және олармен бірге қазақ халқының ұлы Пернеев Нұрлан Пернеұлы болған. Нұрлан Пернеұлы жаңғақтарды будандастырумен айналысқан. Мой отец Валиха Плодов. Менің әкем Уәлихан Болатдулов Қырғызстанның оңтүстік ормандарында 34 жасынан 79 жылдардан бастап жұмыс істеді. Ол қарапайым жұмысшыдан бастап тәжірибелі аудан басшысына дейін көтерілді. Мен әкем Уәлихан Болатдуловтың селекциялық жұмыстарын жалғастырып келемін. Ол грек жаңғақтарына қатысты ормандардағы нысандардың әр түрлілігін және басқа да ғылыми мәселелерді зерттеп келемін. Кыргызскую науку вклад казахстанцев. Қазақстандықтар Қырғызстан ғылымына үлкен үлесін қосқан. Нұрлан Пернеұлы сондай азаматтардың бірі. Вложил свою работу. И до сих пор... Және оның есімін бұл жерде білмейтін адам кемде кем. Біз Нұрлан Пернеұлын мақтан тұтамыз. Оның еңбегі зор. Әңгімеге ене келе ғалымдармен, теоретиктермен және практиктермен сөйлесе отырып, бұл адамдар үшін жаңғақтар мамандықтарының басты көзі екенін түсіне бастайсың. Бұл тезиске келіспеуге болмайды. Себебі бұл жерге бүкіл әлемнен келеді. Бұл бірегей және эксклюзивті мамандық. Даже в мировом масштабе наш орех грецкий представляет выдающий... Тіпті әлем бойынша біздің грек жаңғақтарымыз өте құнды. Асыл тұқымды материал ретінде оны жер шары бойынша қолдануға болады. Және оларды өнеркәсіптік плантациялар үшін сорттайды. Сортовых плантаций. Жаңғақ тоғайлары біздің көз алдымызда қиял ғажайып жер сияқты болып көрінеді. Оның табиғи жаратылысында күмән жоқ, және жерге адам қолының тигені де байқалады. За мной видно вот это деревья, да? Менің артымнан ағаштар көрініп тұр. Алыс беткейлерде грек жаңғағының сарғайған жапырақтары да көрінеді. Міне, осы жаңғақтың барлық ағаштары өзінің бірегей жаратылысына ие. Олар өте құнды. Ценные все. Здесь произрастает не только грецкий орех, здесь произрастает... Бұл жерде тек грек жаңғақтары ғана өспейді. Жабайы алма, жабайы алмұрт, итмұрын және тағы басқа жеміс беретін бұта тектес өсімдіктердің 180 түрі бар. Қазақтың барлық заңдары мен ырымдарына сәйкес, таудың биік жоталарына өрлегеннен кейін қоршалған реликті тоғайлардан шығып, біз тағы бір кейіпкеріміздің ыстық ұясына барамыз. Бізді ол жақта ыстық ықылас пен дәмді кешкі ас, қызықты танысулар және жағымды әңгімелер күтеді. Бірақ сонда да біз сіздерге өз көзімізбен көргеннің барлығын жеткізе алғандаймыз, және ол сезім көңілден кетер емес. Сау болыңыздар, аман болыңыздар, денсаулықта болыңыздар. Бала-шағамен, туысқандармен, ел жерімізбен аман болайық. Ежелгі қырғыз дәстүрі бойынша жердің шеті ыстық көлдің шығыс жағалауында орналасқан. Дәл сол жердің шетінде біз бағдарламамыздың осы бөлімін түсіреміз. Ол су әлемін арналады.
Бірі судың жанында өмір сүрсе, бірі суда жұмыс істейді. Олардың тарихына көз жүгіртейік. С 2003 года меня избрали председателем общественного объединения казахов в Иссык-Кульской области. Общественное объединение, значит... 2003 жылдан бастап мені Ыстықкөл облысы қазақтарының қоғамдық ұйымының өкілі ретінде тағайындады. Қоғамдық ұйым өзінің айналасына Ыстықкөл облысының барлық этникалық қазақтарын жинады. Біз қоғамдық ұйым арқылы өзіміздің көкейтесті мәселелерімізді қозғап, отандастарымызда туындаған сұрақтарды талқылаймыз. И решать их в пользу, конечно, тех наших этнических казахов, которым это требуется. Түсіндіреміз, ақылдасамыз, және олардың пайдасына шешуге тырысамыз. Бізге сол міндеттеледі. Әрине барлық ұлттың өзінің ерекшелігі бар. Біз өз ұлтымызды қазақтар ретінде әрқашан мақтан тұтып және сақтап қалуға тырысамыз. Сондықтан біз бұл ұйымды құрдық. Қоғамдық бірлестікпен жұмыла отырып, өзіміздің тарихи отанымызбен байланыс орнатуға тырысамыз. Өз балаларымызды оқуға Қазақстан Республикасына жібереміз. Балық бағу оңай іс емес. Оны балыққа күтім көрсеткен кез келген маман растайды. Ал елу тоғандардың шаруашылығын басқару және балықтар мен қаланы қамтамасыз ету оңай шаруа емес. В 1964 году пришел, рыбхоз был маленький совсем, только там начинающий. Потом где-то в 70-х годах стали строить... 64 жылы балық шаруашылығына келгенде, ол әлі шағын ғана болатын. Себебі енді бастап жатқан. Кейін 70 жылдарға таман үлкен балық шаруашылықтарын құра бастады. Үлкен тоғандар салынды. Шаруашылық ұлғайған соң тек қана тоған шаруашылық емес, балық шаруашылығының басқармасына айналды. Мен 42 жыл жұмыс істедім. Зейнетке шығып, көптеген шәкірттер тәрбиеледім. Балық тасушы болып жұмыс істегенде, көп жыл жұмыс істегендіктен маған еңбегімнің өтемін беріп, тоғандар мен жер учаскелерін бөліп берді. Мен әрі қарай жұмысымды жалғастырудамын. Я с 1963 года работаю в рыбном хозяйстве. Мен 1963 жылдан бері балық шаруашылығындамын. Уылдырықтан бастап тауар түрлеріне дейін. Өсіремін және осы күнге дейін жұмыс істеп келемін. Мен балық шаруашылығына келген кезде бар болғаны 50 тонна балық беретін. Темір қорған құлағанға дейін 600 тоннаға көтерген. Я уже до развала Советского Союза поднял до 600 тонн. Балық шаруашылығында бізде 50 тоған бар. Балықтар бұл жерде әр түрлі. Сазан, амур, шаян тағы басқалар. Лобик, амур, карп. Эти все три вида рыбы, они, как говорится... Бұл балықтың 3 түрі бір-біріне бәсекелестік тудырмайды. Как-никак, я все равно казах. И мне хочется, конечно, чтобы мои дети, внуки... Қалай дегенмен мен бәрібір қазақпын және менің балаларым, немерелерім Қазақстанда оқығанын және олар өз елі Қазақстанның нағыз жанашырлары болғанын қалаймын. Учились в Казахстане, и чтобы они были действительно своими родинами, патриотами. Я этого хочу. Мен қазір қартайсам да Қазақстанға барғым келеді. Және қолымнан келгенше еліме жақсылық жасағым келеді әрине. Біздің кейіпкердің отбасы үлкен және өте ұйымшыл. Қазақтың қаны болғандықтан тарихи естеліктерін сақтап келеді. Біз дәстүрлі отырысқа түстік. Бұл жерде бір әулеттей отбасының барлық мүшелері жиналған. Ата-аналар, ұлдары мен қыздары, келіндері, балалары. Нағыз қазақтың рухы осы жерден ақ көрініп тұр. Қонақ отағасы үшін үлкен қуаныш. Ал дастарханға қойылған балықтың дәмін сөзбен айтып жеткізе алмаспын. Өстіп, елді қуантып, мынандай бөтен елдегі, бөтен жердегі елдерді біріктіріп, біріне-бірін қосып, бірін-бірін таныстырып жатқандарыңа сендерге рахмет. Әрдайым қазақ еліне, қазақ жеріне тыныштық, қазақ еліне бақыт, дәулет қалаймын.
Қайтадан жолға шығамыз, қайтадан жаңа қандастарымызбен қауышамыз. Бірақ бұл жолы бізді талас күтіп тұр. Аталмыш жерде қазақ бөлмесі бар. Ол қазақ-қырғыз бауырларымыздың бірлігінің нышаны. Біздің түсірілім тобымыздың көңілі босады. Бөлме шынымен қазақтікі. Ол не үшін, кім және қалай жасады? Бәрін анықтайтын боламыз. Эту комнату приходилось не сразу, она, конечно, организовалась. В 2008 году к нам Бұл приезжал посол. бөлме әрине бірден жасала қойған жоқ. 2008 жылы бізге Қазақстанның Қырғызстандағы елшісі Бақыт Оспанов келді. Мен ол адам жайлы үлкен құрметпен айтқым келеді. Ол халықтар арасында байланыс орнататын адам. Ол байланыстырушы. Келіп, Талас облысының қазақтарымен кездесті және өте жылы сөйлесті. Сонымен қатар бізді қолдап отырды. Және біз бұл мемлекетте тату тәтті өмір сүру керектігімізді айтты. И в то же время поддерживал как-то. И в то же время он же показал то, что мы живем в этом государстве, мы должны жить Ол дружно. данагөй адам. Міне сол жағдай бізге көмектесті. Және ол бізге әдебиеттер әкелді. Бішкек қаласында орналасқан Қырғызстан халқының ассамблеясында да бізге барлық жағынан көмектесті. Көрмеге қоятын материалдарды, оқулықтарды берді. Міне осының арқасында бізде осы бөлме жасалды. Бұл жерге балаларды алып келіп, балалардың бөлмесін көрсеткен. Ұлттық кітаптарды, ұлттық бұйымдарды, дәстүрлерді, ойындарды көрсеткен бір ғанибет. Обычаи, традиции, какие у нас были повелители, какие у нас были ханы. Вот это очень интересно детям. И вот часто проводятся мероприятия. Біздің ұлан байтақ жерімізді қандай адамдар басқарған, қандай хандар болған. Бұл өте қызықты. Іс-шаралар жиі өткізіледі. Және міндетті түрде диаспорада қатысады. Әрине, әр диаспора өз сөзін дайындайды. Біз ол жерде өз ұлтымыздың атынан шығамыз. Почему? Потому что все здесь должно быть изображено. И вот благодаря вот Біздің тұстан барлығы көрсетілуі тиіс. Барлығын алыстан көріп, қазақтың бөлмесін бірден тану керек. Және Қырғызстанның халық ассамблеясының арқасында қазақ орталықтары және елшіліктің қолдауымен осындай мүмкіндікке иеміз. Көшеде бір қазақтың дауысын естіп, бір қазақ тілінде сөйлеген адамды көрсем, мен уже өзіме жақын көрем да. Қаяқтың қазағысыз, қай елсіз деп сұрап, өзіме әбден жақын қабыл аламын. потом, когда при общении в любом обществе, когда Сосын встречаешь- кез келген қоғамда әңгіме құрғанда өзіңнің қандасыңды кездестірген кезде маған қызықты. Ол қай облыстан келді, Қазақстанның қай қаласынан екен деп ойланамын. Қан жібермейді екен. Бір тойда екеуміз жолығып қалып, әй айналайын, қаяқтың қазағысың, бұдан ары бірге болайық. Бізде диаспор деген бар, қосыл, кел деп сол Әли әпке басында диаспорға шақырған. Мен өте қуаныштымын. Қазақ ағаларымыз, әпкелеріміз бар. Енді адам болған ең жақсылық жамандықтың бәрі бірге жүреді ғой. Соның бәрінде біз бір-бірімізге әбден таяныш, диреніш боламыз. Как я являюсь Мен гражданкой. Қырғызстандық азаматшамын. Менің жұбайым қырғыз болғандықтан, балаларым да әрине қырғыз. Біздің отанымыз және болашағымыз Қырғызстанмен ғана байланысты. Прекрасный подарок. Спасибо большое. Я бы Керемет хотела сыйлық, үлкен рахмет. Осы сәтті пайдаланып, Қазақстанда тұрып жатқан барлық қазақтарға және бүкіл әлемдегі қандастарыма үлкен сәлем жолдағым келеді. Және оларға бақыт, бірлік пен бар жақсылықты тілеймін. Таңғаларлық іс-сапарымызда аяқталды. Бұл расында ғажайып саяхат болды. Біз ең сұлу жерлерді тамашаладық және қазақтармен таныстық. Бірақ үйге қайтпасқа болмайды. Кезекті сапарға дайындалу керек. Келесі кездескенше сау болыңыздар.